Ассалаумағалейкум, біздің баға арнасының көрермендері. Жұманов атындағы автокөлік базарына, бұл Шымкенттегі автокөлік базары. Бүгін 16 желтоқсан. Сіздерді шын жүректен тәуелсіздік мейрамдарыңызбен құттықтаймыз. Біздің баға каналына тіркеліп, біздің каналдағы жақсы видеоларды тамашалап отырасыздар. Лада 14 2013 жылғы люкс номері осы. Қазақ тіркеудегі автокөлік. Титановый дискі. Равон R4 автокөлігі. Бағасы 5 миллион 200 мың теңге. Мотор. İçinde paketlerімен тұр. Deo Gentra 3 миллион 700. Қай жылға? 14 жылға. Полный салафанмен тұр. Равон автокөлігі 2018 жылға 3 миллион 700 пакетпен тұрген ішінде. Deo Gentra автокөлігі. Тағы да номері осы 3 миллион 700 мың теңге дейді. Автокөлік. Қазақ тіркеудегі автокөлік бар. Мына автокөлік 3 миллион 900 мың теңге. 97 мың пробегпен 2017 жылға Равон Camry 35 автокөлігі сатылады екен. Бағасы бағасы қанша? 4 миллион 400. 2005 жылғы Европа. Қазір коробка кепет, коробка қылып береміз. Коробкамыз кепет қой. Lada Priora 3 миллион 50 мың теңге дейді. 2014 жылға родная краска люкс. Қазақ тіркеудегі Lada. Салонын көрейік. Салон жабық тұр. Lada 2003 жылға 1.5 объем 1 миллион 600 номерін алдырып кеттім. Қазақ тіркеудегі автокөлік. Балон доңғақтарын қарайту процесі жүріп жатыр. Молодец. Бамперлер де родной. Нанда қарайтады ма қазір? Жоқ. Қараймайды ол, Семерка автокөлігі. Бағасы 2011 жылға 1.6 1 миллион 400 бағасы. Цветі әдемі түскен. Қазақ тіркеудегі автокөлік.
Балондары жаңа. Лада Гранта 2014 жылға 2.650.000 теңге деп тұр. 16 клапан, қазақ тіркеудегі автокөлік. Opel Astra автокөлігі, қазақ учет, автомат коробка, 1.450.000 теңге дейді. Салонын көрейік. Автомат қорап. Салоны родной магнитофонмен тұр екен. Баяғы кассета магнитофондар. Opel Vectra автокөлігі, қазақ тіркеудегі автокөлік. Номері міне 92 жылға 1.100.000 теңге дейді. Автокөлікте шірік жоқ екен. Седан. Opel Astra автокөлігі 98 жылға 1.900.000 теңге. 1.6 объем. Моторы моноприск. Opel'дің простой моторы. Титановый диска. Қазақ тіркеудегі автокөлік. Volkswagen Passat B3 93 жылға 1.8 механика 1,5 миллион. Салонын көрейік. Audi A6 автокөлігі 95 жылғы 2.6 2.200.000 теңге бағасы. Қазақ тіркеудегі автокөлік. Сырт келбеті жақсы. Audi S4 қазақ тіркеудегі автокөлік. Бағасы 2.700.000 теңге. Номерін қалдырып кеттім. 94 жылғы екен, 2.6. Салоны кожный салон. Автомат коробка. Артқы жағын көрейік. Артқы жақтары да жақсы. Mercedes автокөлігі 93 жылға 2 объем 1.600.000 теңге. Бензин. Механика. Қорап. Титановый диски. Део Nexia автокөлігі 2013 жылға 1.5 2 миллион. Іші полный салафанымен тұр автокөлік. Lada 14 автокөлігі 2013 жылға бағасы 1.700.000 теңге. 1.6. Бағалар битімен кеткен. Қазақ тіркеудегі автокөліктер. Passat B3 автокөлігі универсал
Екі объем люгі бар екен, жоғарысында багажы бар екен. Срочно 1 миллион 300 мың теңге. Екі куб дейді. Тәуір машина сияқты. Ларгус автокөлігі сатылады екен. 2015 жылғы Renault мотор 3 миллион 600 мың теңге дейді. Родная краска. Мотор. Алдыңғы бамперінде шамал жұмыстары бар екен. Қазақ тіркеудегі автокөлік. Lada 14 2013 жылға 2 миллион 400 мың теңге дейді. Қазақ тіркеудегі автокөлік. Он 1 миллион 500 мың теңге. 550 мың. 2012 жылғы дейді. Қазақ учет автокөлігі. Жайған астын көре салайықшы. Ширіп болмажын. Жугили автокөлігі. Қазақ тіркеудегі автокөлік. Бағасы 900 мың теңге. 2003 жылғы дейді. Қалай достар, машина қымбаттаған ба? Mercedes 190 автокөлігі. Бағасын көрейік. Бағасы 1 миллион 700 мың теңге. 92 жылғы 2-3 дейді. Қазақ тіркеудегі автокөлік. Титановый диски. Артқы жағы Lada Priora автокөлігі. Қазақ тіркеу 2014 жылғы 2 миллион 300 мың теңге. Номері жазылмаған екен. Lada Priora родной краска, пробега 100 мың. Люкс 2 миллион 300 мың теңге дейді. Қымбат, ә? Toyota Camry автокөлігі 2011 жылға 2-4 6 миллион 800 мың теңге дейді. Қара салон, кожный салон. Қазақ тіркеудегі автокөлік. Достар, біздің баға каналына тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Lada 14 автокөлігі 2012 жылғы дейді. 1-5 номері осы. Россиялық тіркеудегі автокөлік. Lada шестерка. Жылын көрейін. 2003 жылға 1 миллион 200 мың теңге деп тұр. BMW автокөлігі 3 миллион 900 мың теңге дейді. Лобовойын өзі жасыл түс болып тұр. 94 жылғы 4 объем. Осы нөмерге хабарласасыздар, достар. Chevrolet Cruze автокөлігі 2014 жылғы автомат 1.8 номері. Бағасы 4 миллион 300 мың теңге. Болары 4 миллион дейді.
Круздың салоны. Ондай көтеріп тастаған семерка бар екен. 2010 жылға 1.7 номері. Россиялық тіркеудегі автокөлік. Honda CR-V сол руль. Қазақ тіркеудегі автокөлік. Бағасы 3.299.000 жылғы 2 объем дейді. Opel Astra қазақ тіркеудегі автокөлік. Opel Astra 2001 жылға 1.8 2.600.000 теңге номерін қалдырып кеттім. Қазақ тіркеудегі BMW автокөлігі. BMW автокөлігі 1.850.000 теңге 92 жылғы 2 объем механика. Шестерка 2000 жылға 1.100.000 теңге дейді. Қазақ тіркеудегі автокөлік. Қазақ тіркеудегі 14 2013 жылғы 1.700.000 теңге. Opel Vectra седан автокөлігі. Қазақ тіркеудегі автокөлік. Қазір бағасын көрейік. Бағасы 1.300.000 теңге. 91 жылғы. Аркілерін көреміз. Аркілері таза. Учителде ортасын шығарып қойыпты. Қазақ тіркеудегі Lada Largus автокөлігі. Простой дискі 2015 жылға 1.6 3.500.000 теңге дейді. 1.6 7 орындық. Арт жағын көрейін. Lada Largus автокөлігі тағы да қазақ тіркеудегі автокөлік 2014 жылға 82.000 пробегімен тұр екен. 7 орындық титановый диск 3.600.000 теңге. Renault мотор 16 клапан. 2107 семерка қазақ тіркеудегі автокөлік. 2010 жылға 1.300.000 теңге. Титановый дискі. Капот астын көрейік. Инжектор. Chevrolet Lacetti 2010 жылға 1.6 2.700.000 теңге номері көрініп тұр. Пауза қойып көресіздер номерін. Титановый дискі. Қазақ тіркеудегі автокөлік. Ресейлік тіркеудегі автокөлік Российский. Nexia автокөлігі 2012 жылға 1.180.000 теңге. Сырт келбеті
тәуір екен. Он төрт автокөлігі қазақ тіркеудегі 2 миллион 300 мың теңге. 2013 жылға. Титановый дискі. Toyota Camry 35 автокөлігі қазақ тіркеу 4 миллион 800 мың теңге. 2006 жылға 2-4 номері осы. Титановый дискі. Lada Largus қазақ учет 2013 жылға 3 миллион 100 мың. Мотор қандай? 8 клапан ба? 8 клапан простой мотор, е? Иә. Ремень үзілмейді, е? Жоқ. 8 клапан простой мотор. Простой дискі. Lada Largus қазақ тіркеудегі автокөлік 2018 жылғы 1.6, бағасы 4 миллион 100 мың теңге. Простой дискі. 7 орындық. Volkswagen Passat B3 88 жылға 1.8 950 мың теңге. Универсал. Қазақ тіркеудегі автокөлік. Mitsubishi Lancer автокөлігі қазақ тіркеудегі 2007 жылға 1.6 механика 3 миллион 500 мың теңге. Priora Универсал 2014 жылға 2 миллион. Родной краска. Номері осы. Хабарлассаңыздар болады. Титановый дискі. Қазақ тіркеудегі автокөлік. Chevrolet Cruze автокөлігі 2013 жылға 1.8 3,5 миллион. Номері көрінсе сіздерге. Mercedes Luparik автокөлігі 2000 жылға 2.8 3 миллион 900 мың теңге. Қазақ тіркеудегі автокөлік. Авангард. Қазақ тіркеудегі газель сатылады екен. 2005 жылға 2 объем. 2 объем бе шығар? 2.7 объем. Неше объем аға? 2.7 объем ба? 2.7 газ бензин. Номері осы номерге хабарласасыздар. Lada 14 автокөлігі қазақ тіркеудегі автокөлік 2013 жылға 2 миллион 50 мың теңге. Volkswagen Vento автокөлігі автомат қорап 94 жылға 1 миллион 850 мың теңге. Қазақ тіркеудегі автокөлік. Қазақ тіркеудегі Niva автокөлігі 2018 жылға 1.7 3 миллион 800 мың теңге. Номері осы. Титановый диск. Deo Matiz қазақ учет 2014 жылға 08 1 миллион 400 мың теңге. Механика.
простой диски. 92 жылғы Volkswagen B3 автокөлігі 1.8 1 миллион теңге. Универсал. Қазақ тіркеудегі автокөлік. Toyota Camry 35 автокөлігі. Қазақ тіркеудегі автокөлік. Бағасы 4 миллион 700 мың теңге. 2005 жылға 2.4 автомат қорап. Титановый диски. Opel 93 жылға 1.8 механика 1 миллион 350 мың теңге. Седан титановый диски. Қазақ тіркеу. Осы номеріне хабарлассаңыздар болады. Lada Largus автокөлігі 2013 жылғы 16 клапан 3 миллион 700 мың теңге. 7 орындық. Қазақ тіркеу. Volkswagen Passat B3 автокөлігі. Бірақ бағасы ештеңесі жазылмапты. Гольфті көрейік қасындағы. Бұл Гольф. Бағасы 1 миллион дейді. Ой, 1.8 93 жылғы. Механикалық құрып. Volkswagen Bento автокөлігі 92 жылғы 1.8 1 миллион 200 мың теңге. Титановый диски. Қазақ тіркеудегі автокөлік. Golf 3 автокөлігі 92 жылға 1.8 1 миллион 500 мың теңге автомат қорап. Номері жоқ екен, номері бар екен, кешіріңіздер. Номеріне пауза қою арқылы хабарлассаңыздар болады. Бірақ мына крылосында соққысы бар. Ремонтталған. Дұрыс емес ремонтталған. Део Nexia автокөлігі қазақ тіркеудегі автокөлік 2012 жылғы 1.5 объем 1 миллион 800 мың теңге. Сыртқы краскасы, сырты тәуір. Нива автокөлігі, қазақ тіркеудегі автокөлік 2019 жылы Urban 2 миллион бағасы. 27 мың пробег. 27 мың пробег 3 миллион 800 мың. Номері осы. Хабарлассаңыздар болады, салонын көрсетем. Салоны. Ашыңыз. Мотор. Ходовкілер шешілмеген. Ходовкілер заводской краскілер. Краскілерде тұр, әлі шешілмеген. Біздің баға көрермендері, осымен біздің видеомыз тамам. Біз Жұманов автокөлік базарына келдік. Бұл Чимкент қаласындағы автокөлік базары. Бүгін 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін алған күн. Барлықтарыңыз мерекелеріңіз құтты болсын. Жақсы күндерде қауышқанша біздің баға каналына тіркеліңіздер.